Ақыл күші. Ертеде кісі киік деген жыртқыш киіктер болыпты. Ол киіктер анаулап шыққан адамдарды иығымен соғып өлтіре береді екен. Киік аулаған адамдардың көбі сол кісі киіктерден қорқып аулауға сирек шығады екен. Бір күні бір кедей кісі баласына: екеуміз ауласқа шықсақ қалай дейді. Сонда баласы: әке, бізді кісі киік өлтіріп тастамай ма деп сұрайды. Жоқ балам, мен бір амал ойлап тауып отырмын. Осы жолы кісі киіктен аман құтылып кетеміз депті. Әкесі аңға баласын ертіп шығады. Олар көп аң атып алады. Содан күн кешкіріп, қараңғылық түсе бастайды. Әкесі: балам, сен мына жерге отын жинап қой дейді. Үстеріне кигендері қой терісінен тігілген тон мен шалбар екен. Әкесі атып алған бір аңның майлы жерінен кесіп алып, әлгі тықыр тонның үстіне жағады. Баласына да соны істетеді. Мұны көріп отырған кісі киіктер де бұлардың істегенін істегісі келіп, ымдап сұрайды. Майдан сырына түсінбеген кісі киіктер майды алады да үстеріне жағады. Сол кезде аңшы әлгі тонның үстіне от қойған құсайды. Ал тақыр тон мен шалбар жанбайды. Кісі киіктер де денелерін май жағып болып отқа жақындайды. Бір кезде майды денелеріне от тиіп жана бастайды. Енді олар отты сөндірмек болып біріне бірі сүйкеніседі. От одан сайын қаулап бәрі бірдей өртеніп өледі. Сөйтіп аңшы кісі киіктен аман қалады.